1986 жылы желтоқсан айында осы Алматыға әскерлер қайдан келді, соны білесіздер ме? Мінекей официальный сайттардан қарасаңыздар, ол ішінде ішкі әскер Алматы гарнизоны болған. Сосын тағы да басқа облыстардан тартылған күштер, ол Қарағандыдан, Шымкенттен, сосын Жамбыл, Тараз қазірге сол жерлерден күштер тартылған. Соған арнайы, сосын Мәскеуден жіберілген арнайы жасақтар, спецназ жіберілген. Көтеріліс күшейе басталғанда ОМОН сол кездегі арнайы жасақ сол Мәскеуден Алматыға жіберілген. Одан басқа Алау Алматы әскер тобы құрамын күшейту үшін жіберілген күштер Сібір мен Ресейдің кейбір қалаларынан ішкі әскер жіберілген. Новосибирск, Омбы, Челябі қалаларынан ішкі әскерлер бөлімдер Алматыға ұшақпен әкелінген. Соны білесіздер ме? Сонда сол не үшін деп ойлайсыздар? Кезінде айтты ғой, наркомандар болған, алқаштар жиналған деп. Сол үшін әкелінген әскерлер ме? Қалай деп ойлайсыздар? Міне, шындықтар қайда жатыр? Солар сол кезде, келген кезде, саперский лопата дейді ғой, солармен ұрған қыздарымызды, ұлдарымызды, қандарын ағызып бүкіл көшелерге қаншама адамдар жоғалып кеткен. Сол бүгін ғана естіп отырмын, тағы біреулер айтады, біздің ауылдардан дейді, бірнеше бала жоғалып кеткен дейді, соның денелерін қайтып бермеген. Соны айтады, басқа жерге барып көме салған дейді да, выгребной ямаға бәрін. Соны білесіздер ғой бәріңіз. Сол тарих оқыңыздар, міне қай жерден күштердің етілгенін, келгендерін. Сол ештеңе сіздерге ойыңызға келмей ме осы қаңтарда қай жақтан келген күштер деп. Сол кезде ресми дерек бойынша 1233 адам ұсталды, 850-ден аса адам жарақат алды, 99 адам сотталды, 264 студент оқудан шығарылды. Бейресми деректер бұдан да көп адам жапа шеккенін айтады дейді. Соған келісесіздер ме?